осында филиалынан бүгінгі сабақ, парасаттылық сабағының соңғы күні тамамдап, біз өзімізге көптеген жемқорлықтың жою жолдарын және осы жемқорлықпен күрестің жолдарын үйрене білдік. Сонымен қатар біз өзімізге керекті жобалық басқару сияқты және эксперттік бағалау әдістері сияқты бірнеше әдістерді саралап меңгерген болатынбыз. Осы әдістердің арқасында біз бір жоба жасап шығардық және осы жоба әрі қарай сыбайлас жемқорлықпен күресте Қазақстан Республикасының өркендеуіне әрі қарай көмектеседі деген ойдамыз. Мен осы парасаттылық мектебін оқи келе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің студенттердің, жастардың, яғни түрлі ойларын, идеяларын көре отыра, осы еліміздегі сыбайлас жемқорлықты жеңуге нақты сенім білдіремін. Яғни осы жобаға студенттердің, яғни жастардың көптеп атсалысуын шақырамын, атсалысуын. Қазіргі заманғы мемлекетіміздің басты проблемаларының бірі бұл сыбайлас жемқорлық. Яғни біз студент жастар осы сыбайлас жемқорлықпен күресу барысында парасаттылық мектебін оқыған болатынбыз. Бұл мектепті оқи отыра, мен өзіме осы мемлекетте сыбайлас жемқорлықпен күресу жолдарын үйрене отырып, және де өзімнің әріптестерімен бірлесе отырып, бірқатар жобаларды ұсынған болатынбыз. Және де осы мектепті оқи отыра, мен қазақтың жастары, яғни студент жастарды осындай мемлекетіміздің ірі проблемаларының бірі сыбайлас жемқорлықпен күресуге шақырамын.